Сәлем достар, сіздермен бірге әдеттегідей доллар кз арнасы. Бүгін мен сіздерге Каспи обналичкамен айналысатындарға қандай жаза қарастырылған, сол жайлы айтатын боламын. Қазір Каспи банк арқылы ақша алмастырушылар көбейген. Мамандар мұндай әрекет заңға қайшы дейді. Заңсыз екеніне қарамай, онымен айналысатындарға қандай жаза қарастырылған? Маманның айтуынша, несиеге алынған тауардың қаражатын қолма-қол ақшаға айырбастаумен айналысу, қылмыстық жолмен алынған ақшаны және өзге мүлікті заңдастыру 218 бапқа сәйкес заңсыз деп танылған. Заңға қайшы әрекет еткен азамат бас бостандығынан айырылады, немесе үлкен сомада айыппұл төлейді. Каспи рет арқылы обналичка жасау заңға сәйкес 6 жылға дейін бас бостандығынан айыруға, немесе 5000 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеледі, дейді заңгер Мәулен Спанқұлов. Бап бойынша қылмыстық құқық бұзушылықтардан түскен кірістер, оның ішінде қылмыстық жолмен алынған мүліктен түсетін кез келген кірістер болып табылатын, мүлікті конверсиялау немесе аудару түрінде мәмілелер жасау арқылы қылмыстық жолмен алынған ақшаны және өзге мүлікті заңды айналымға тарту, немесе мұндай мүлікті иелену және пайдалану, егер мұндай мүліктің қылмыстық құқық бұзушылықтардан түскен кірістер болып табылатыны белгілі болса, оның шынайы сипатын, көзін, орналасқан жерін, оған билік ету, оны ауыстыру тәсілін, мүлікке құқықтарды немесе оның тиесілігін жасыру, немесе жасырып қалу, сол сияқты қылмыстық жолмен алынған ақшаны және өзге мүлікті заңдастыруға делдалдық етсе, азаматты мүлкі тәркіленеді. 5000 айлық есептік көрсеткішке дейінгі мөлшерде айыппұл салынады, не сол мөлшерде түзету жұмыстарына, не 6 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан шектеуге, не сол мерзімге бас бостандығынан айыруға әкеледі делінген. Сондықтан да мен сіздерге бұл ақпаратты жанашыр ретінде айтып отырғанымда дұрыс түсінесіздер деген ойдамын. Достар, осымен видеомыз өз мәресіне жетті. Сіздерге пайдалы ақпаратты бере алдым деп ойлаймын. Менің арнамнан басқа да пайдалы ақпараттарды көре аласыздар. Сіздермен бірге болған доллар кз арнасы. Видео ұнаса, сіздерге пайдалы болса, арнаға тіркеліп, лайк басып мені қолдап қойыңыздар. Әр қазақ бай қуатты болсын. Келесі кездескенше.